Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі сабағымызға сәттілік тілей отырып, сабағымызды бастаймыз. Бүгін біз Microsoft Office пакетіне тоқталатын боламыз. Microsoft Office пакеті деректер қорларымен, деректер кестелерімен, мәтіндік құжаттармен, электронды пошталармен жұмыс жасайды. Атап өтетін болсақ, қандай бағдарламалар? Атап өтетін болсақ, яғни Microsoft Office Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher, Microsoft Outlook және тағы да басқалар. Бүгін біз осы бағдарламалардың ішінен Microsoft Word мәтіндік редакторына тоқталатын боламыз. Аты айтып тұрғандай, бұл бағдарлама мәтінмен жұмыс жасалады. Бұл бағдарлама қалай іске қосылады, қалай жұмыс жасаймыз? Мен сіздер көрсететін болам. Назарларыңыз менде және экранда болсын. Бүгін біз сабақта Microsoft Word деген не, бағдарламаны іске қосу, бағдарламаның интерфейсімен танысатын боламыз. Бүгінгі біз сабақта не білуіміз тиіс, не үйренеміз. Файлды ашуды, тақырып жолын, жолақты, жұмыс аймағын, қалыптар жолымен және бағдарламадан қалай шығу керектігін үйренетін боламыз. Ал кеттік, сабақта қалай бастаймыз. Яғни пуск батырмасына кіреміз. Microsoft Office бағдарламасының пакетіне кіріп, Microsoft Word'ты ашамыз. Бұл жерде осылай ғана бірінші жолы, екінші жолы бізде автоматты кіру деген болады. Яғни Microsoft Office пакетінің ішінен Word эмблемасын таңдап алып, яғни бұны ярлық қылып сақтап қойға болады пуск батырмасына. Басамыз. Закрепить в меню дегенді басамыз, сол кезде автоматты түрде қойылады. Міне көріп отырғандарыңыздай Microsoft Word 2010 үстінен бір рет шерткен кезде бағдарламаға кіретін боламыз. Яғни тағы да бір жолы бұл бағдарлама жетектеп отырып, жұмыс аймағына қоюға да болады. Жарлығы жұмыс аймағында тұрады. Міне біздің Microsoft Word бағдарламасы іске қосылды. Бізге көрсетіп тұрған, алдыда тұрған, ең бірінші тұрған көзге түсетіні ол жұмыс аймағы. Осы жерде біз жұмыс аймағында біраз әрекеттер орындаймыз. Microsoft Word бағдарламасының бұл жерде бірнеше версиялары бар. 2010, 2009, 2007, 2003, 2000 деген версиялары өте көп. Енді ең бірінші бізге сіздерге таныстыра кетейін. Ең бірінші жолақ бізде тақырып жолағы деп аталады. Бұл жолақта біз тақырыбын өзгертуімізге болады. Мысалы, біз көріп тұрғандарыңыздай документ 1. Бұл жерде сіз өзіңіз тақырып 1, тақырып 2, өзіңіз қажетті тақырыпты қоя аласыз. Яғни есеп 1 дейсіз да, болды. Ол Microsoft Word деген ол арнайы эмблемасы қалады солай. Өзіңізде қажетті документтің атын жазып қоя береді. Одан кейін оң шетінде тұрған, яғни бұл терезені басқару батырмасы деп аталады. Төменге жинап қою, оны үлкейту, жабу батырмалары. Сол жақ шетінде, яғни сақтау деген бар, қайтару, кері қайтару деген батырмалары бар. Бірнеше әрекеттер орындалатын болады. Одан кейін бұл батырмада көріп отырған тағы да бір значок бар. Бұл батырма басқан кезде, яғни создать, құжатты құру, ашу, қалай сақтау керектігі, керек емес болса, қайтару болса, яғни осы жерде автомат түрде орындалатын белгішені жоғары шығарып қоюға болады. Төменге жинап қоюға болады, сосын жоғары жаққа шығарып қоюға болады. Одан кейінгі жолақты айтатын болсақ, бұл мәзір жолағы деп аталады. Көріп отырғаныңыздай, мәзір жолағында файл, главная вставка, разметка страницы, ссылка, бірнеше қатарлар бар. Оны алдағы уақытта сіздерге тоқталатын боламын. Жұмыс барысында таныса жатамыз. Өте қызықты, керекті ақпарат сол кезде ала аласыздар. Яғни, главныйда бізде ең басты жұмыс орындалатыны ол стандартты панель аймағы және де қалып күй қатары,
бұл жерде стандартты панельдер өте қажет, біздің мәтінімізді әрлеуге өте қажет панель деп айтуға болады. Мына көріп отырғандарыңыздай бұл жерде қарпын өзгертуге болады. Бірнеше қаріп деген шрифт деп ашылады. Сұхбаттық терезе ашылды. Бұл жерде кейін тағы да тоқталатын боламыз. Мына алдарыңызда көріп отырғандарыңыздағыдай ақ бет бұл яғни жұмыс аймағы деп аталады. Бұл A4 форматтағы парақ, яғни осы жерде барлық іс-әрекеттер, жұмысымыз осы жұмыс аймағында орындалады. Яғни не жасаймыз? Мәтінмен жұмыс жасаймыз. Хаттар жазаламыз, дипломдық жұмыс жазаламыз, газет, журналдарға мақалалар жазаламыз. Яғни мәтін түрінде берілген ақпараттың барлығын осы жерде орындауға болады. Бұл жерде енді мәтіннің түрін, түсін өзгерте аламыз, қарпін өзгерте аламыз, бірнеше әрекеттерге жасай аламыз. Автоматты түрде орындай аламыз. Мысалы жазып көрейік, сәлем. Сәлем деп жазылды қазақ тілінде. Бұл жерде енді айналдыру жолағы көріп тұрсыздар. Бұл айналдыру жолағы қай бетте, нешінші бетте тұрғанын көруге болады, және төменгі жағын көруге болады. Бұны сызғыш деп аталады. Бассаңыз жоқ болып кетеді. Қайттан бассаңыз сол жерді қайта қалпына келеді. Яғни бұл жерде сантиметрмен берілген айналу жолағы біздің A4 форматтағы парағымызға арнайы қойылған. Төменгі жақта бұл жерде бірнеше әрекеттер орындалады. Бұл жерде кейін тоқталатын боламыз тағы да. Одан кейінгі соңғы қатар бұл деген қалып күй қатары деп аталады. Яғни бұл жерде парағымыз, экранымыздың масштабын өзгертуге болады. Плюс-минус арқылы. Плюс яғни жоғарылатады, минус яғни төмендетеді. Оның үстіне бассаңыз масштабы яғни көрініп тұр, жаңағы қолмен өзіміз өзгерте аламыз. Керек форматын жазып, сол жерге белгілеп қоюға болады. Окей батамасын шертсеңіз, қалыпқа келеді. Мына көріп отырғандарыңыздай, мына 40% форматқа түсті. Одан кейін жоғары жақта да биттен де көруге болады оны. Жаңа масштабтың түрі, қалай өзгерту керек, қалай орнына қою керек, сол жағынан көруге болады. Одан кейін астында тұрған көріп отырғандарыңыздай, бұл қалып күй қатарының екінші сол жағындағы жолағы. Бұл жерде көріп отырғандарыңыздай беттің неше беттен тұратыны, қай бетте тұрғаныңыз сол жағы көрсетіледі. Яғни одан кейінгісі қатар үстінен бассаңыз сұхбаттық терезе ашылады. Бұл жерде жаңа көріп отырғаныңыз қай бет, қай нешінші жерде тұрғаны көрінеді. Одан кейінгісі мәтін, сөздің неше сөз жазғаныңыз сол көрініп тұрады. Орталықта жаңағы пробел, қанша пробел жібергеніңіз, соның бәрі көрсетіп тұратын статистикалық бет, сұхбаттық терезе деп аталады бұл жерде. Бұл жерде өзіңіз өзгертіп ала бересіз. Керекті ақпаратты біле аласыз. Одан кейінгі қазақша, яғни бұл қай тілде жазылған. Мына тұрған көріп отырған значок бұл, яғни қате бар ма, қате жоқ па, соны көрсетіп тұр. Мына значокты бассаңыз, қате бар ма, жоқ па, соны біле аласыз. Бізде қате жоқ, яғни бәрі дұрыс деген сөз. Одан кейінгісі, жаңа айтып өткен қазақша тілді өзгертеміз. Қазақша, орысша, ағылшынша керек тілге өзгертеміз. Яғни орыс тілге өзгертсек, міне қайттан тексереміз, қате бар ма деп. Бізде шығарып береді, қате бар, жоқ деп. Яғни сәлем деген әріппен жазатын болсақ, яғни орысшада ол әріп жоқ, содан қате шығарып береді. Қатені астын қызыл сызықпен белгіленіп көрсетіледі. Одан кейін мына жерде жаңа линейка жақтан да көруге де болады. Үстіне бір рет бассаңыз, параметр страницасы ашылады. Бұл жерде страницаның параметрлерін өзгертуге болады.
Солай енді бұл терезені бұл бағдарламадан қалай шығамыз? Яғни бірінші жолы кәдімгі X-ті басу арқылы шығуға болады, одан кейінгісі файл арқылы выход деп шығасыз. Бұл жерде выход деген бүкіл бағдарламадан шығып кетесіз. Яғни бірнеше Word бағдарламасы ашық тұратын болса, содан шығып кетесіз. Барлығынан бірдей. Ал егер жаңағы бетте тұрып жоғары жақта X-ті басатын болсаңыз, онда ағымдағыдан шығып кете аласыз. Яғни выходты басқаннан кейін, шығуды басқаннан кейін бізге осы сұхбаттық терезе ашылады. Сақтаймыз ба, сақтамаймыз ба, соны шығарылады. Біз сақтаған жоқпыз. Біз құжатты сақтаған жоқпыз. Келесі сабақта құжат сақтауды үйретемін. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Алдағы уақытта Microsoft Word бағдарламасының қыр-сырымен танысатын боламыз. Келесі сабақта кездескенше.